Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін саңырауқұлақ пен тауық еті қосылған өте керемет болып шығатын пирог пісіреміз. Пирогтың төменгі бөлігіне қамыр қолданамыз. Ол үшін 2 жұмыртқа, 100 грамм сары май және жарты шай қасық тұзбен қамыр елейміз. Он шамамен 2 кеседе қажет болды. Қамырды пакетке салып, тоңазытқышқа қоямыз. Осылай 4 бұрыш жұқалау қылып форма жасап қойсаңыз, жайғанға оңай болады. Бір пиязды жұқалап турап табаға қуырамыз. Тұз бұрышын қосып, саңырауқұлақты да ұсақтап турап бірге қуырамыз. Енді пирогтың үстінен құйылатын сұйық қамырымызды дайындаймыз. Бұған тіпті ұнның да қажеті жоқ. Ол үшін қажет нәрселер: 2 жұмыртқа, 2 ас қасық қаймақ, 130 мл кілегей, үккіштен өткізілген 130 грамм ірімшік. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ал енді пирог жасау үшін барлығы дайын. Қамырымызды жаямыз және формаға осылайша орналастырамыз. Бірінші қуырылған пияз бен саңырауқұлақты саламыз. Егер отбасыңызда саңырауқұлақты жақсы көрсеңіздер, көбірек қосуға болады. Және оның үстіне піскен, туралған тауық етін саламыз. Оның үстіне сұйық қамырымызды құйып, тегістейміз. Шет-шетін осылай жауып қойсаңыз да болады. 180 градусқа дейін қыздырылған пеште 25-30 минутта піседі. Осындай әдемі болып қызарып пісті. Иісі де өте керемет. Пирог өте нәзік, дәмді, жұмсақ болып шықты. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өздеріңіз жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және қонақ келгенде, қонақтарыңызды таң қалдырғыңыз келсе, ерекше тағам жасағыңыз келсе, осы пирогты жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып комментарий жазыңыздар. Өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Келесі видеода кездескенше.